Ассалаумағалейкум баршаңызды жаңа жыл мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Үйлеріңізде отбасыларыңызда аманшылық, дендеріңіз сау болсын. Ойлаған арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Бізде жағдай былай болып тұр. Ақтөбе қаласы бойынша мына қараңыз. Мына жақ, сосын мына жақ. Судың бәрі, үйге судың бәрі кіріп жатыр. Сіздердің қалаларыңызда жағдай қалай? Мынау бізде кешегі толассыз жаңбыр жауды, толып, содан жаңбырдан қалған нәрсенің барлығы осы келіп жатыр. Ар жақта міне, ар жағында негізі су құйды, ар жағында мынау негізі бізде не бар дейді, карьер бар дейді, сол жаққа апарып су құяды дейді, негізі сай дейді ана жақ, сол жаққа апарып су құяды дейді, бірақ сонда да біздің үйге келіп жатыр соның барлығы ше. Жағдай осылай болып тұр. Қиын, әрине, білмеймін қалай болатын жағдай. Сол себептен де видеоларда шығып шықпай жүрген осы себептен. Такси қызметіне шығатын болсақ, такси қызметінде де ешқандай мынадай кезде көлікті бұзып, мынадай жағдайда не істемей, көлікті мынадай жағдайда айдағанда да пайда келіп тұрған жоқ. Ананың өзінде де көріңіздер ме, жағдай осындай болып тұр бізде. Мына куршымен біз не полный кетіп жатырық суға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Алдағы жоспар бұйырса Ипсон көлігі, алдында қалған Ипсон көлігі шығады. Оның моторын жинатып жатыр. Мотор жинатып жатқанда бәрін ауыстырып, гильзават етіп, қайтадан блоктың барлығын гильзават етіп, барлығын соны істетіп жатырық. Бұйырса жоспар бойынша бүгін дайын болу керек. Бүгін кешке көреміз енді. Әдемі болып, таза болып тұр екен. Қалай кебеді, қашан кебеді, енді күннің сәулесі шығарып, күшті болып кеп қалса, керемет болар. Біздің емес, барлықтан үйге осылай суға кетіп отыр екен. Бұйырса ана көлік шыққаннан кейін, бір-екі аптадан кейін, мүмкін жобалап қалғаннан кейін, мүмкін контент түсіретін боламыз. Қазір ешқандай да мүмкіндік болып жатқан жоқ. Видеоға түсіруге мүмкіндікте жағдайда болып жатқан жоқ. Видеоға түсіретін өзімнің кішігірім бір жоспарларым бар. Сол жоспарлар кішкенесі жүзеге асқаннан кейін мүмкін бұйырса. Осылай түсіргенде де, видео түсіргенде де қазір баяғыдай шабыт жоқ. Сол себептен бірдеңе ойлап табатын боламыз. Екінші каналым бар еді, ол каналдың паролін ұмытып қалып, соған кіре алмай отырмын. Кіре алмай отырған жайым бар. Солай. Біз мына Ақтөбе қаласы. Сосын бір айта кететін жағдай, кеше ана жердің барлығын толтырып кетті деп айттым ғой. Екі су соратын да толтырып кетті. Мына жақта, негізі мына жаққа акимат рұқсат берді, мына жерге төгуге. Осы жерде нағылы төгіліп жатыр ше. Кеше екеуі төгіліп еді, біреуі төгілді, екіншісі бір қасымызда көрші айқай шығарды. Көршіміз акиматқа айтамыз, аналары сливать етпей қашып кетті. Біреуі полностью сливать етті, екіншісі сливать етпей қашып кетті. Сосын түнімен күттік оны, мен ойладым келетін шығар қазір. Оны акиматқа айтпай өзіміз шешеміз деп ойлап едік қой, ер адамдар ол. Бірақ онымен келмеді, түнімен тағы күттік, түнгі сағат 3:30-ға дейін бәрі күттім оларды. Енді айтады да, енді маған өтірік айтып тұр, паучерде очередь бойынша келе жатырмыз, қазір ана үйді алдық, қазір сіздерді аламыз, суға кетіп жатсыздар ма? Мен мына жерден рұқсат берді, акимат мына жерден рұқсат берді су төгуге.
сондай жағдай. Қазір адам алдайтын заман. Мен өзім ойымша көршілерден біреудің үйі су кетіп жатыр. Сол су кеткен жерден алысқа бармай ақ қояйық деп сол жерден сливать етіп жатыр. Сондай жағдай болды. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін бізде күн бейсенбі. Қазір енді жұмысқа бара жатырмыз. Қазір сағат 7:12. Қаланың жағдайы тасқыны өте қатты көп болып жатыр. Көптеген үйлер суға кетіп жатыр. Жағдай қиын болып тұр. Дәл қазір жалпы Ақтөбе қаласы үшін кішігірім көмек керек болып тұр. Баршаңыздың күндеріңізге сәттілік. Ал біз басқа келесі бейнероликтерде көрсететін боламыз. Желде жүрген жігіттер, сіздерге ақ жол. Жолдарыңыз болсын. Тапсырыстарыңыз көп болсын. Ақтөбе бойынша коэффициент өте көп, жақсы, бірақ мынадай кезде көлікпен жүрудің де жақсы жерін көріп тұрған жоқпын. Өйткені судың астында не екенін, не бар екенін білмейсіз. Өтіп кетесіз, тасылдап көсілдеп, одан бір жерден ұрып алып, тағы бірдеңе шығынға батуы мүмкінсіз. Сол себептен осындай жағдай. Сол себептен де желіге шығып жатқан жоқпын мен. Солай жағдай. Аманшылықта жүздескенше келесі бейнероликтерде көрсететін боламыз. Енді Ақтөбеге әзір көктем келмейтін сияқты. Сәуір болмай, тәуір болмайды деп сәуірді күтетін сияқтымыз. Сосын 5 қонағымыз бар. Солай. Жақсы аманшылықта, саушылықта, пока.